Бірғалиевтің батпан құйрығы. Құрметті көрермен, бұл алаяқ.нет жобасы әшкере YouTube арнасы. Біздің жоба тек қана аты танылған, миллиондық аудиториясы, 500 мың аудиториясы блогерлер емес, майда, бірақ оның ішінде де халықты теріс бағытқа бұрып жүрген, немесе халықтың сенімін пайдаланып жүрген азамат блогерлерді әшкерелейтін боламыз. Бағдарламамыздың кейіпкері Бірғалиев есімді азамат. Өзің диуанасың, кімге пір боласың дегендей, өзі Ресейдің 14 көлігімен жүріп, бірақ елге 5 минуттың ішінде 0%-бен 20 миллион теңгеге дейін несие алып беремін дейді. Егер құрметті Бірғалиев мырза сондай мүмкіншілігіңіз, сондай қабілетіңіз болатын болса, өзіңіз неге 20 миллиондық көлік мінбейсіз деген орынды сұрақ туындайды. Құрметті оқырмандар, осындай Бірғалиевтен бөлек әлеуметтік желіні ашып қалсаңыз, таргетте, жарнамада несие шығарып беремін, 0% деген нәрселерден бірден алшақтап қашыңыздар. Себебі бұның түбінде алаяқтық жатуы әбден мүмкін. Біз өз кезегімізде алаяқ.нет жобасы құзырлы органдарға жүгінетін боламыз. Ал құрметті Бірғалиев мырза, сізге толыққанды ескерту жасаймыз. Қарасаңыз парақшасын ашып көріңіздер. Пайызсыз 20 миллион теңге, жеңілдетілген пайызсыз 20 миллион теңге. Не деген ақша, не деген батпан құйрық деген осындан шыққан болар. Құрметті оқырмандар, алаяқ.нет жобасы тек қана әшкерелемейді, ары қарай әрекетке көшеді. Сондықтан да сіздерді бұндай, былай айтқан кезде, жеңіл табыстан, жеңіл дүниеден алшақтауға тырысамыз. Тіпті ондай болғанның өзінде де түбі пайызы үлкен кредитке жолығып қалуыңыз әбден мүмкін. Себебі 20 миллион теңгенің егер еліміздегі банктердің пайдасы 12%-дан басталып 20-25%-дан көтерілетінін білетін болсақ, сіздер екі есеге дейін шығындалып қалуыңыз әбден мүмкін. Әрине, оған Бірғалиев әрине жауап бере алмайды. Сондықтан да құрметті оқырмандар, сіздерге ескертеміз. Сақ болыңыздар, алданып жоқ іздегенше алданбайтын жол іздеңіз.